Сәлем достар, Дарику каналына хош келдіңіздер. Бүгін овсяный печенье дайындағым келіп тұр. Ол үшін 3 стакан овсяный хлопья, 2 жұмыртқа, 100 грамм шоколад, 1 стакан қант, 3 ас қасық ұн, 100 грамм май және 2 грамм разрыхлитель керек болады. Ыдысқа жұп-жұмсақ сары майды саламыз. Оның үстіне қантты қосамын. Енді екеуін жақсылап араластырып аламыз. Егер миксер болмаса, шанышқы немесе венчиктің көмегімен араластырсаңыздар болады. Енді оған 2 жұмыртқаны қосамын. Тағы да барлығын біріктіріп, бір масса болып шыққанша осылай араластырамыз. Міне осындай масса болып шығады. Енді бөлек ыдысқа овсяный хлопьяны саламыз. Блендердің көмегімен аздап майдалап жіберемін. Бұл міндетті емес, жай ғана қоса берсеңіздер де болады. Міне осындай ұнтақ шықты, қатты майда емес. Енді оның үстіне разрыхлитель және ұнды қосамын. Барлығын араластырамыз. Енді сұйық массаға құрғақ массаны қосып, жақсылап біріктіріп араластырамын. Егер қамырыңыз сұйықта болып қалса, ұн және хлопья қосып жесеңіздер болады. Менде дәлме-дәл рецепт бойынша шықты. Міне қоюлығы осылай болып шығады. Енді шоколадты майдалап турап аламыз. Тым үлкен немесе тым кішкентай қылып қоймаңыздар. Осындай орташа кусочектар болса жеткілікті. Енді барлығын біріктіріп, жақсылап араластырып аламыз. Пергамент төселген противеньге қолымыздың көмегімен қамырды алып, осылай домалақтап, печеньеларды орналастырып шығамын. Печеньелардың арақашықтарын тым жақын қылмаңыздар, себебі піскен кезде сәл үлкейіп, шеттер жабысып қалуы мүмкін. Осы 3 қатардан жасаған дұрыс. Мен 4 қатардан жасадым. Сол үшін аздап жабысты. Сол себептен 3 қатардан жасасаңыздар керемет болып шығады. Формасын жоғалтпай, домалақ пішінді болып шығады. Енді осы қамырдың печеньенің үстінен аздап қолымызбен басып жібересіздер. Осы сәтте үстінен шоколадтың кусочектарында тығып қойсаңыздар болады. Енді 180 градусқа 15-20 минут пісіріп аламыз. Міне достар, айтқандағындай 4 қатардан жасасаңыздар, осылай аздап бір-біріне жабысыңқырап қалады. Сол себептен 3 қатардан жасаған дұрыс. Бірақ әрине бұл дәміне еш кедергі болмайды. Просто формасын сәл жоғалтуы мүмкін. Міне достар, түрі керемет болмаса да, дәмі өте керемет болып шықты. Шаймен ішкенге өте дәмді, маған қатты ұнады, әсіресе балаларға ұнады. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Печеньеларды қатты қызартып пісіріп қоймаңыздар. Ақшыл түсті қылып пісірсеңіздер, печеньелар жұмсақ болып шығады.
қызартып пісірсеңіздер қаттылау болып қалуы мүмкін. Егер видео ұнаса, тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.